Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Назарларыңызға 2-тоқсанның 4-ші сыныпқа арналған дүниетану пәні бойынша оқу бағдарламасын жүзеге асыру жолдары ұсынылады. Бұл тарау оқушылардың алдыңғы сыныптарда алған тарихи білімдерін жалпылауға және жүйелеуге бағытталған. Оқушылар қазақ халқының қалыптасуының алғашқы кезеңімен танысады. Олар Андронов тайпалары, темір дәуіріндегі тайпалар мен түркілердің байланыстары туралы біледі. Орта ғасырлық хандықтар мен қазақ этнонимінің шығу тегі құрастырылады. Оқушылар адамзаттың өнертабыстары және олардың дамуы туралы біледі. Мәдениет, білім және ғылым саласындағы жетістіктерді талдау арқылы оқушылар дәуір туралы тұтас түсінік алады. Олар көрнекті тұлғалардың өмірбаянымен танысып, олардың ел дамуына қосатын үлестерін анықтайды. Ұсынылған оқу мақсаттары әртүрлі дереккөзбен жұмыс жасауды қарастырады. Есіңе түсір және талқыла тапсырмасын оқушылар жұпта орындауы болады. Олар бүгінгі күні әрі этностардың бірі болып табылатын қазақ халқы қалай қалыптасты деп ойлайсың. Оның бастауында қандай тайпалар болды деген сұрақтар төңірегінде болжамдары, пікірлерімен бөліседі. Сақ ғұндардың өмір салты туралы айтады. Тапсырманы орындау барысында оқушылар дереккөздердің бір түрін қолданады. Анықта тапсырмасы оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Олар Андронов тайпалар туралы шағын ақпаратпен танысады. Қосымша дереккөздер арқылы Андронов тайпалар туралы толық түсініктері қалыптасады. Келесі дереккөз ретінде карта қолданылады. Оқушылар картаға сүйене отырып, орта ғасырларда қандай мемлекет құрылғанын сипаттайды. Орта ғасырларда Қазақстан жерінде құрылған мемлекеттердің құрамында болған тайпалардың қазақ халқының қалыптасуына қандай үлес қосқаны туралы ойларын айтады. Сен білесің бе тапсырмасы оқушылардың танымдық қабілетін дамытуға берілген. Келесі сұрақтар төңірегінде әңгіме жүргізіледі. Көкбөрі қандай аң? Оның бойында қандай қасиеттер бар? Неліктен түркілер өз шығу тегін осы көкбөрімен байланыстырған деп ойлайсың? Талдаудың келесі пікірмен қорытындылауға болады. Кез келген халық өзінің шығу тегін белгілі бір аңмен байланыстырады. Бұл құбылыс тарих ғылымында тотемизм деп аталады. Біздің ата-бабаларымыз түркілер көкбөріні ерекше құдірет тұтқан. Олар өздерінің шығу тегін осы көкбөрімен байланыстырған. Келесі оқу мақсатын уақыт сызығын жаса тапсырмасы арқылы жүзеге асыруға болады. Берілген тапсырма оқушылардың белсенділігін арттырып, алдыңғы білімдерін еске түсіріп, материалды қабылдауына мүмкіндік береді. Оқушылар уақыт сызығы қалай сызылатынын еске түсіреді. Ойлан тапсырмасында оқушылар кестемен жұмыс жасайды. 14-15 ғасырларда қазақ жерінде қандай мемлекеттердің және онда қандай тайпалар мекен еткенін, үнемі болатын шапқыншылыққа қарамастан осы тайпалар арасында өзара бірігу, топтасуға ұмтылу, яғни жүзге біріккені туралы түсініктері қалыптасады. Қазақ жүздері туралы не білесің? Қазақтар неліктен жүздерге бөлінген деген сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар алдыңғы сыныпта алған білімдерін еске түсіріп, ойларын жүйелейді. Ойлан тапсырмасы оқушыларды ізденуге және болжам жасауға ынталандырады. Топтық жұмыс ұйымдастырылады. Әр топ бір өнертабыс түрін алып, берілген ақпаратты толықтырады. Дереккөздерден жаңа ақпарат тауып, оны сыныпқа таныстырады. Келесі тапсырма оқушылардың кең ауқымды дағдыларын дамытуға бағытталған. Екі кезеңнен тұрады. Қайсысы маңызды және қайсысы ертерек пайда болған. Алдымен оқушылар өнертабыстарды белгілі бір хронология тәртіппен орналастырады. Бұл ары қарай оқушылардың тарих уақытына бағдарлауына қызмет етеді. Оқушылар екінші тізімді толтырып, ойларын негіздейді. Осылайша өнертабыстардың барлығына бірдей комментарий жасап шығады. Соңында өнертабыстардың барлығының да белгілі бір маңызы бар екеніне оқушылар көз жеткізеді. Сен білесің бе тапсырмасы оқушылардың танымдық қызығушылығы мен ізденімпаздығын арттырады. Бұл тапсырма арқылы оқушылар біздің заманымызда да ашылып жатқан жаңалықтармен танысады. Өнертапқыштар арасында тек ересектер ғана емес, оқушылар да бар екенін біледі. Мысалы, Семей қаласының оқушысы Виктор Хигай зағип жандарға бағыт беретін робот ойлап тапқанын біледі. Оқушылар дереккөздерінен басқа тағы қандай өнерпаздар барын тауып, ой бөлісуіне болады. Ақпаратты толықтыр тапсырмасын орындау барысында оқушылар күнделікті өмірден алған білімі мен тәжірибесі негізінде өз аймағындағы өлке мұражайлар туралы әңгімелейді. Орында практикалық тапсырмасы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Олар берілген өнертабыстардың біреуін таңдап, мұражайда көрсету үшін жәдігерлерінің сипаттамасын атайды. Ол үшін алдымен оқушылар таңдалған өнертабыс жайлы барынша ақпарат жинақтайды. Бұл өнертабысты ойлап тапқан адам
бұл идея қашан, қалайша келді, өнертабыстың даму тарихын айтады. Содан кейін интернет желісін немесе өзге дерек көздерді пайдалана отырып, оның ең алғаш және қазіргі кездегі суреттерін іздестіреді. Табылған суреттердің ішінен біреуін таңдап, оған қысқаша ақпарат жазылған анықтама құрастырады. Алғашқы тапсырма оқушылардың ойлау қабілеттерін, зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Оқушылардың міндеті суретті жеке бөліктерге бөліп, оның элементтерін сипаттайды. Тарихқа барынша үңілу, тарихи ойлау дағдыларын дамыту үшін оқушыларды суреттермен жұмыс жасату маңызды. Кел танысайық тапсырмасы ұлт тарихын түсінуге, мақтаныш сезімін қалыптастыруға бағытталған. Суреттерде кімдер бейнеленген, қандай тұлғаларды таныдың, олар жайлы не білесің, неліктен бұл адамдардың есімдері тарих беттерінде мәңгі қалды деп ойлайсың деген сұрақтар аясында талқылау ұйымдастырыңыз. Нәтижесінде оқушылар мәдениет, білім мен ғылымның дамуы тікелей тарихи тұлғалармен байланысты болатын туралы ой қорытады. Оқушыларға 20 ғасырдың басында орта білімнің дамуы туралы ақпарат беруге болады. Дереккөздерді пайдалана отырып, қандай мектептердің ашылғанын және олардың ерекшеліктерін сипаттайды. Ойынмен бөліс тапсырмасы арқылы оқушылармен тақырып аясында талқылау ұйымдастырылады. Әртүрлі дереккөздерден, басқа пәндерден алған білімдер қолданады. Өткенде саяхат шығармашылық тапсырмасы оқушылардың сабақта алған білімін бекітуге арналады. Оқушылар сабақ барысында алған білімін негізінде еліміз туралы хабарлама дайындайды. Түсіндір тапсырмасы оқушылардың ауызекі сөйлеуін дамытуға бағытталған. Оқушылардан Абай Құнанбаев туралы не білетін сұраңыз. Одан кейін Абайдың 30-шы қара сөзінде жазылған қанатты сөзін талдауын ұсыныңыз. Кәсіп деген сөз бұл жерде өз тамағын өзі таба алу, қолынан келетін іспен айналысып ақша табу дегенді білдіреді. Демек, қандай да бір кәсіпті өнерді үйренен деген мағынада айтылады. Бүкіл сыныптық талқылау барысында оқушылар ірі тұлғаның ойларын түсіндіреді. Олар ойларын ортаға салады. Кел танысайық, бақытты билет тапсырмалары оқушылардың еліміздің дамуына үлес қосқан тұлғалармен таныстырады. Жұмысты топ бойынша ұйымдастыруға болады. Бұл үшін оқушыларға бірігіп әңгіме құрауға, атақты тұлғалар жайлы қысқаша ақпарат жазылған карточкалар таратып беріледі. Жұмысқа қызықтыру үшін әр топ басқа топтарға кезек-кезек барып, өздеріне берілген тұлға туралы қысқаша ақпаратпен таныстырады. Жұмыс соңында барлық мамандық иелері қоғамның игілігі үшін жұмыс жасайды деген қорытындыға келеді. Қазақстанда еңбеккөр, шығармашыл, талантты адамдар көп екенін айтуға болады. Оқушылар сабақ соңында қазақстандықтардың бірігіп еңбек ету біздің еліміздің дамуының кепілі болады деген қорытындыға келеді. Бұл тарауда оқушылар кәсіби мерекелердің шығу тарихымен таныса отырып, отбасы мүшелері мамандықтарының маңызын түсінеді. Қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтар мен кейбір мамандықтардың жойылып кету немесе маңызын азаю себептерін анықтайды. Сабақта жоспарланған жаңа әдіс-тәсілдер оқушылардың білім алуға деген ынтасын, белсенділігін арттырып, алған білімдерін тәжірибеде дұрыс қолдануына көмектеседі. Табиғи жағдайларға қатысты мамандану ұғымымен танысады. Зерттеулер жүргізу арқылы еліміздің көрнекті қайраткерлерінің еңбек жолдарымен танысып, олардың ерен еңбегі туралы қорытынды жасайды. Өз аймағындағы сұранысқа ие мамандықтардың рейтингісін жасап үйренеді. Оқушылар спорт мамандары ұғымымен, спорт мамандары қызметінің маңызы және еліміздің көк туын әлемдік аренада асқақтатқан спорт жұлдыздарымен танысады. Адам мен табиғат арасында қарым-қатынасты, табиғаттағы халықтың шаруашылық әрекетіне пайдаланумен, әртүрлі мамандықтармен, олардың кәсіби мерекелерімен танысу оқушылардың еңбекті және еңбек адамдарын сыйлау рухында тәрбиелеуге көмектеседі. Ойлан тапсырмасы оқушының жеке тәжірибесі негізінде орындалады. Оқушылар ата-анасының мамандықтары, олардың кәсіби мерекелері туралы талқылау 1 минут әдісі арқылы жүргізіледі. Мемлекеттік мереке мен кәсіби мерекелерді Вен диаграммасы арқылы салыстырады. Әр мерекенің өзіне тән ерекшелігін анықтайды. Анықта тапсырмасы оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Олар ақылдаса келе 9 ромб әдісі пайдаланып, ең маңызды мамандықты ромбының жоғары жағына, содан кейінгілерінің маңыздылығына қарай келесі бөлігіне орналастырады. Әр топтан бір спикер шығып постерді қорғайды. Неге бұлай орналастырғанын іздейді. Атап айтқан мамандықтардың кәсіби мерекесі туралы ой бөліседі. Соңында барлық мамандықтар маңызды әрі қажет деген қорытындыға келеді. Жойылып бара жатқан мамандықтар тапсырмасы оқу мақсатына бағытталған, оқушылардың қызығушылықтарын арттырады. Олар техниканың қарыштап дамуымен байланысты кейбір мамандықтар жоғалып кеткен туралы қорытындыға келеді.
Орында тапсырмасы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытады. Бұл тапсырма оқушыларға кәсіпке байланысты бір мамандықты таңдап, оның шығу тарихымен танысуға, мамандық туралы білім алуға көмектеседі. Әр топ өздерінің қалауы бойынша бір мамандықты таңдап, оған таныстырылым жасайды. Жұмыстың соңында оқушылар мамандықтың бәрі қажет деген қорытындыға келеді. Келесі күрделі оқу мақсаттарын қарапайым тапсырмалар арқылы жүзеге асыруға болады. Ойлан тапсырмасы тұтас емес мәтінмен жұмыс жасауды қарастырады. Стикердегі диалог әдісі арқылы ұйымдастырылады. Оқушылар мамандық аттары жазылған стикерлерді алады. Қазақстан аймақтық картасына сол аймақтың басты шаруашылығына қатысты мамандықты орналастырады. Әр аймақта қандай мамандықтар басым екені, қандай маман иелері мүлдем жоқ екені анықталады. Қала мен ауыл шаруашылығының мамандарын да салыстырмалы түрде талдайды. Тапсырма оқушылардың қоршаған ортаға көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Анықта тапсырмасы жергілікті компонентті жүзеге асыруға бағытталған. Әр оқушы жеке жұмыс жасай отырып, өз аймақтарында тұратын туыстарының, таныстарының мамандықтарын жазып шығады. Топта мамандықтар тізбесін құрады. Осы тізбектегі ең көп аталған мамандықты анықтап, себебін талқылайды. Талқылау нәтижесінде аймақтағы сұранысқа ие мамандықтардың рейтингісін анықтайды. Орында тапсырмасын ойын түрінде ұйымдастыруға болады. Оқушылардың арасынан біреу өндірістен келген өкіл етіп сайланады, ал қалғаны оқу орнын бітіруші мамандар рөлін ойнайды. Өндіріс орындарының өкілдері түлектерді жұмысқа шақыру үшін белгілі бір өндіріс түрін таңдап, сол жайында 2-3 минут шағын хабарлама дайындайды. Өкілдер бөлек партаға отырады да, оқушылардың әрқайсысы жеке-жеке келіп, олармен сөйлеседі. Ойын соңында қай өндіріс орнын мамандар көп таңдағаны, яғни жұмыс істегісі келетін саны анықталады. Сол арқылы озық өндіріс саласы мен белсенді ойыншы анықталады. Бұл ойын сабақты қорытындылауға, алған білімдерін қолдануға, оқушылардың негіздеп сөйлеуіне бағытталған. Тапсырма тірек сөздер стратегиясы арқылы жүзеге асырылады. Мұғалім тақтаға спорт, мамандық, жаттығу деген тірек сөздерді жазады. Осы сөздерді қатыстырып, спорт мамандықтары туралы бір сөйлем жазу ұсынылады. Оқушылар өздері білетін спорт мамандықтарымен бөліседі. Оқулықтағы спорт мамандықтарын сызбасын оқып, мамандардың қызметі, қажеттілігі туралы пікір алмасады. Мұғалім оқушыға мамандықтар жайлы түсіндіреді. Әңгімелесу нәтижесінде оқушылардың бұрын меңгерген білімдері жаңа ақпаратпен толығады. Спорт мамандарының қызметтеріне қызығушылықтары оянып, құрметпен қарауға тәрбиеленеді. Зерте тапсырмасы әртүрлі дереккөзбен жұмыс жасауды қарастырады. Топтарға, елге танымал спортшылар туралы жазылған баспа материалдары беріледі. Өздері бұрыннан білетін ақпараттың баспа бетінде мәліметтеме салыстыра отырып, спортшының өмірбаянын жан-жақты зерттейді, жетістікке жету жолын анықтайды, бірлесіп таныстырылым жасайды. Кел танысайық тапсырмасы оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Олар қажымұқан суретті ұсынылады оларға. Тұлға туралы әртүрлі болжамдар айтады. Балуан туралы ақпаратпен танысады. Ойлан тапсырмасы оқушылар спортпен шұғылдану пайдалы және зиянды жақтар туралы ойлануға берілген. Оқушылармен пікірталас ұйымдастыруға болады. Бұл арқылы оқушылар өз көзқарасын дәлелдеп, қорғап шығу үйренеді. Бір топ спортпен шұғылданған пайдалы деген көзқарасты ұстанады, екінші топ спортпен шұғылданған қауіпті деген пікірді. Әр топ өзінің ұстанымын 4-5 дәлелмен негіздейді. Нәтижесінде өміріне қауіп төндірмес үшін қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет деген қорытындыға келеді. Ұсынылған жұмыс түрлері білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша оқу бағдарламасын жүзеге асыруға көмектеседі. Келесі кездескенше.